Сәлем достар, сіздермен мен Жұлдыз. Бүгін мен сіздерге 5-ші сыныптың тақырыбы натурал сандардың бөлгіштері және натурал сандардың еселіктері тақырыбына есептер ұсынамын. Каналдан алыстамаңыздар. Сіздердің назарларыңызға енді кітаптарыңыздағы оқулықтарыңызда 172-ші есепті алдым. Бізге не берілгенін астына көрсетіп қойдым. Бізге берілген әр қорапшада 12 килограммнан кәмпит салынған. Осы қораптарды ашпай 36 килограмм, 45 килограмм және 60 килограммдарға жеке-жеке бөлуге болады ма дейді, қораптарды ашпай. Ол үшін берілген килограммдар 36, 45, 60 дегеніміз 12 килограммға, яғни 12 санына қалдықсыз бөлінуі керек. Соны тексереміз. Қайсысы қалдықсыз бөлінеді, сондай килограммға қорапты ашпай бөлуге болады. Кеттік, 36-ны 2-ге бөлеміз. Нешеден береміз? 3-тен береміз. Солай ғой? 2, 6, 3, 36 шығады. Қалдықсыз бөлінеді, 0 болады. Енді 45-ті 12-ге бөлеміз. Нешеден береміз? 3-тен береміз. 36, 15-тен аламыз 6-ны, 9 қалады. Яғни 9 қалдық қалыпты. Бұл бізде болмайтын жауап. Солай ғой? Бөлуге болмайды 45-ге. 60-ты 12-ге бөлеміз. Нешеден береміз? 5-тен береміз. 10, бір ойда 5, 60 қалдықсыз бөлінеді. Яғни онда 12 килограммдық кәмпиттерді 36 килограммдық және 60 килограммдық қораптарға бөлуге болады деген сөз. Яғни 12 санның несі? Еселіктері да 36, 60, 12 санның еселіктері. Оның еселігі дегеніміз не? Бөлгіші дегеніміз не? Соны ажыратып алайық. Анықтамадан көбі қателеседі, көбі шатастырады. Еселігін тап десе бөлгішін тауып қояды. Сондай қателіктер болмау үшін кез келген А санын алайық. А санына еселігі, А санын еселігі деп тұрғанымыз, ол А санына қалдықсыз бөлінетін сандарды. Яғни А санына, ына деген жалғау жалғанып тұр. А санына қалдықсыз бөлінсе, онда ол еселігі А санын. А санының бөлгіші деп, осы А саны қалдықсыз бөлінетін сандарды айтамыз. Бөлгіші деп. Яғни саны деген жалғау жалғанса, А саны қалдықсыз бөлінетін натурал сандарды А санының бөлгіші деп атаймыз. Есеп, ол сіздер 174-ші есеп оқулықтарыңыздағы берілгенін төменде көрсетілді. Яғни бала қояндарға себет толған сәбіз алып келеді. Сол сәбіздерді 4 қоянға, 6 қоянға, 8 қоянға тең қылып бөліп бере алады дейді. Яғни бала себетте кем дегенде қанша сәбіз алып келді деген сұрақ қойылып тұр. Яғни 4-ке, 6-ға, 8-ге бөлінетін санды іздейміз. Яғни көбейту кестесінде елестетсеңіздер болады көз алдарыңызға. 4-тің, 6-ның, 8-дің көбейту кестесінде ортақ қандай сан бар? 24 деген сан бар. Солай ғой? 24, яғни 24-дің даже бөлгіштерін жазып алсайық даже мына жерде. Бөлгіштерін жазатын сол қандай сандар? 2, 3, 4, 6, 8, солай ма? Арғады кете берді, мен арғады жазбай қойым, маған керек сандарға дейін жаздым. Енді біздің ішімізден бізге сұрақ қойыпты, 4-ке, 6-ға, 8-ге тең бөліп бере алатындай. Мысалы, мына 4, 6-мызда бар, 8-мізде бар. Яғни 24 бәріне де бөлінеді деген сөз. 4-ке де бөлінеді, 24 6-ға да бөлінеді, 24 8-ге де бөлінеді. 3, 4, 6. 8-ге де бұны жауап 24, кем дегенде 24 сәбізді себетке салып алып келген. Келесі есеп 176-шы есеп. 2 және 3-ке, 6 және 8-ге, 9 және 12-ге, 15 және 21-ге еселік болатын ең кіші натурал сандарды табыңдар деген тапсырма берілген. Не істейміз? Неге назар аударамыз? Осында 2 қос сандарды берсе, ең кіші санға назар аударасыздар. 2 ма? 2 мен 3-ті не байланыстырады? Мысалы, 2-ні бірінші көбейтіп көріңіз ең кіші санға. Мысалы, 2-ге көбейтіп көріңіз, 2-ге 4. 4 пен 3-тің ешқандай еселіктері, қатынастар жоқ араларында. 2-ні одан кейін 3-ке көбейтесіз, яғни кіші санынан бастайсыздар зерттеп. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, 6 2-ге де бөлінеді, 3-ке де бөлінеді. Еселігі бізде ең кіші еселігі 6 деген. Енді
6 мен 8-ге еселік табады. Яғни кіші санға назар аударамыз. 6-ны тексерейік сандар көбейтіп, 2-ге бөлінсе 12, 12 8-ге бөлінбейді. 3-ге көбейтсек 18, 18-ге де бөлінбейді. 4-ге көбейтсек 24, 24 8-ге бөлінеді. Солай ғой? Онда ең кіші еселігі 24 деген сөз. Келесі 9 мен 12, 9-ды 2, 18 мен 12 бөлінбейді. Бір-біріне 3-ге көбейтсек 27, ода бөлінбейді. 4-ге 36, 36 12-ге бөлінеді. Солай ғой? Бөлсек 3 шығады бізде. Сонда ең кіші еселігі 36. Келесі 15 пен 21-дің ең кіші еселігін табу. Ол үшін 15-ге назар аударамыз. 15 деп тұрамыз. 3 пен 5-дің көбейтіндісі. Солай ғой? Енді осы сандарды көбейтейік 21-ге. 3-ті 21-ге көбейтеміз. 63 шығады. 63 15-ге бөліне ме? Бөлінбейді. Онда 5-ті алайық. 5-ті 21-ге көбейтеміз. Қанша болады? 105 болады. Солай ма? 105 15-ге бөліне ме? Бөлінеді. Онда ең кіші еселігі бізде 105-ге тең деген сөз. Осылай тексересіздер. Яғни ең кіші санды ұстап аласыздар да соның көбейтінділерін тексеріп аласыздар. Мына санға көбейтіп, егер екеуіне ортақ бір еселіктер шығып жатса, онда сол еселікті аласыздар. Түсінікті ғой? Келесі есеп 178-ші есеп. Оқулықтарыңызда мына сандар қандай санның бөлгіштері екенін табыңыздар дейді. Яғни бөлгіштер жұбын пайдалана отырып. Жұп дегеніміз не? Бөлгіштер жұбы. Мынау соңғы санмен, бірінші санмен соңғы сан, 2 мен соңғы сан алдындағы сан, мына жұптар. Бөлгіштер жұбы. Осы жерде қай жұп түгел бізде? Мына жұп түгел емес, мына жұп түгел емес, белгісіз. Мына жұп біреу белгісіз, түгел емес. Мына жұп түгел екен. 4 пен 12-ні көбейтеміз. Қанша болады? 48 болды, табылды. 48. Яғни 48 болса, мына жерде 48 болу керек. Яғни 1 мен жұптардың көбейтінділері бірдей ғой, тең ғой. Жұптардың көбейтінділері тең болады мына жерде. 48, 1-ді 48 көбейтеміз, 48 шығады. 24-ті қаншаға көбейткенде 48 шығады? 2-ге көбейткенде. 3-ті қаншаға көбейткенде 48 шығады? 16-ға көбейткен кезде. 6-ны қаншаға көбейткенде 48 болады? 8-ге көбейткенде 48 болады. Келесі 180-ші есеп сіздерге берілген төменде көрсетулі. 5 пакетте пішіндері бірдей сақиналар салынған. Сол пакеттердің бір пакетінде 33 граммдық сақиналар салынған. Қалған пакеттерде 30 граммдық сақиналар салынған. Енді таразыға салып, бір рет өлшеп, 33 граммдық сақиналарды қалай табуға болады? Сұрақ сондай. Бірінші қадамда жасау керек болады. Ең алғашқы қадам. Бірінші пакеттердің сыртын нөмерлеп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 пакет қой. 6 сөйтіп сыртын нөмерлеп аламыз. 1, 2, 3 деп. Енді екінші қадам, бір пакетке бір сақина салынады. Бір ғана сақина. Екінші пакетке 2 штук сақина салынады. Үшінші пакетке 3 штук сақиналар салынады. Сөйтіп әр номеріне бірдей қылып сақиналардың санын салып шығамыз. Енді таразыға саламыз. Пакеттердің қосындысы бізде қосатын болсақ нумерациясы 21. Енді таразыға салғанда 630 грамм көрсетсе, онда бірінші пакетте 33 грамм сақина бар деген сөз. Яғни қалай 630 грамм шығады? Яғни бірінші пакетте 1 штук сақина бар ғой, оны біз 33 грамм деп алсақ, 33 грамм болады. Қалған 21 штукты, штук 21 ғой несі? 21-ді көтінді отырсаң 600 болады. 600-ге қосамыз 33-ті, 33 грамм. Дәл солай 636 грамм көрсететін болса, онда екінші пакетте 33 граммдық сақина бар деген сөз. 2 штук 33 грамм сақина бар деген сөз. Яғни 19-ды уже екеуін кемітеміз. 21-ден 2-ні алып тастаймыз, 19 болады. 19-ды 30 граммдыққа көбейтеміз, 570 болады. Ал 2 штукты 33 граммдыққа көбейтеміз, 66 болады. 2 суманы қосамыз, 2 граммды 636 грамм болады. Ал таразы 639 граммды көрсетіп тұрса, онда үшінші пакетте 33 граммдық 3 сақина бар деген сөз. Яғни 21-ден 3-ті азайтамыз, 18 болады, 18-ді 30-ға көбейтеміз, 540 болады. Ал 3 штук 33 граммдық сақина болса, 99 граммды береді. Екеуін қосамыз, 639 граммды береді, жалпы граммы. Дәл сол арқада жалғастырамыз. 642 болса, 4-ші пакетте 33 граммдық 4 сақина бар деген сөз. 645 граммды көрсетсе, 5-ші пакетте 5 штук 33 граммдық сақина бар деген сөз.
648 граммды көрсетсе, онда 6-шы пакетте 6 штук 33 граммдық сақина бар деген сөз. Осылай бір өлшегеннен 33 граммдық бар пакетті тауып алуға болады. Келесі 182-ші есеп теңдеу берілген. Осы теңдеуді бөлінгіштер жұбының қасиетін пайдалана отырып, түбірлерін ойлап табыңдар делінген. Есептің берілгенін төменгі жақта көрсетіп қойдым. Кеттік бөлінгіштіктің енді бөлінгіштер жұбының қасиетін пайдаланайық. Ол үшін не істейміз? 24, 78, 105 сандарының бөлгіштерін жазып шығамыз. Бөлгіштерін жазып шықтым. 24-тікін жаздық мына сандар, 78-тікін мына сандар, 105-тікін мына сандар. Жұптарын тексерсеңіз болады. Жұптар деген қандай? Жұптар былай да, көбейткенде сол санның өзін береді. Так, былай 5 пен 7 мен 15. Мына жерде 1 мен 78, 2 мен 39, 3 пен 26, 6 мен 13. Мына жерде 1 мен 24, 2 мен 12, 3 пен 8, 4 пен 6. Енді біздің теңдеуімізді қанағаттандыратын осылардың ішіндегі қай сан, қай натурал сан, соны табайық. Енді қараймыз, x-тен 5-ті азайтып, сол x-қа көбейтсек 24 шығу керек. Ол қандай сан? Қандай сан? Яғни 5-тен үлкен сандарды қарастырамыз. Солай ма? 6-ны. 6 үлкен ғой, 6-ны тексерейік. 6-ны қояйық. 6-дан 5-ті азайтамыз. 1, 6-ны көбейтеміз. 6-ны көбейтеміз. 1-ге 6-ны өзі шығады. Қанағаттандырмайды. Солай ма? Енді келесі 8-ді қойсақ, 8-ден азайтамыз 5-ті. 3 болады. 3-ті көбейтеміз. 8-ге бізде 24 болады. Онда біздің x-іміз бізде тең болады 8-ге. Мына теңдеуіміздің шешімі 8 деген сөз. Келесі теңдеуді тексерейік. Яғни 7-ге қандай да бір x санын, натурал санын қосып, және сол санын қайта көбейтетін болсақ 78 шығуы керек. Тексерейік. 6 мен 2-ні даже кіші саннан бастап тексерейік. 2-ні қойсақ, 2-ні көбейтеміз 7-ге. Солай ма? Қосамыз 7-ге 9 болады. 9-ды көбейтеміз 2-ге 78 шықпайды. Солай ма? Енді 3-ті қоятын болсақ, 3-пен қандай сандардың көбейтіндісі? 78, 26 жақшаның ішіне 26 шығу керек сонда. 3-ке 7-ні қосқанда 26 шықпайды ғой. Ол жауабымыз тағы да болмайды екен. 6-ны қоямыз. 6 мен 13-ті. Солай ма? Қараңыз. 6-ны қоятын болсақ x-ні орнына. Яғни 6-ны көбейтеміз. 6 көбейтілген 6 қосылған 7-ге. Яғни 6 мен 7-ні қоссақ 13 шығады ма? Қараймыз. Яғни 6 мен 13-ні көбейтіңіз 78 қой. Яғни мына жерде 6 тұратын болса, мына жерде шығу керек бізде 13 деген сан. Шығады ма 13 деген саннан ішінен? 6-ға қосамыз 7-ні шыға ма? Шығады. Солай ма? Онда дұрыс. X-іміз тең болады 6-ға. Келесі теңдеудің шешімін табу үшін тағы да жұптар, бөлгіштер жұбын пайдаланамыз. Енді әр қарата кеттік. Так, 3-ті қойсақ. 3, мына жерде 3 тұратын болсам, 3-ті қандай санға көбейткенде 105 шығады? 35-ке көбейткен кезде. Енді 3-ті 8-ге қосқанда 35 шықпайды, сондықтан да бұл нұсқамыз болмайды. Кішкене үлкендеу сан алуымыз керек. 5 алатын болсақ, 5-ке 8-ді қосатын болса қанша болады? 21 шыға ма? Шықпайды ғой. Бұл да болмайды. 7-ді қоятын болсақ, x-ні орнына 7-ге көбейтсек қандай санды? 15 санды 105 шығады. Мына ішіне 15 шығу керек сонда бізге. 7-ні қосамыз 8-ге шыға ма 15? Шығады. Солай ма? Онда x-іміздің орнына 7-ні қоямыз. Көбейтеміз. 7 қосылған 8 бізде береді бізде 15-ті. Бұл бізде 105-ті шығарады. Онда шешім x тең болады 7-ге деген сөз. Яғни осылай бөлінгіштер жұбын пайдалана отырып, осындай теңдеулерді оңай табуға болады. Ешқандай қиындық тудырмайды. 185-ші есеп. Сіздерде берілгені төменде көрсетулі, яғни жол шеттеріне бағандар қойылған. Бағандардың арақашықтығы 60 метрде қойылған. Енді сол бағандардың арақашықтығын 10 метрге қысқартып, яғни 50 метр қылып, жаңа бағандарды қою керек. Сол жаңа бағын, алғашқы баға емес, жаңа қойылған бағаның арақашықтығы қанша метр деген сұрақ қойылған. Және астарында төмен жағында жауаптар берілген. Сол жауаптарды тексере саламыз. Тексеріп,
қай жауап бізге келеді, сол жауапты таңдаймыз. Мынандай жауаптар берілген сіздерде, яғни 4 жауап: 250, 280, 300, 360. Жай ғана тексере саласыздар, яғни бөлгіштердің қасиетін пайдаланасыз. Әрқайсысы 60 пен 50-ге бірдей бөлінуі керек. 250 бөлінбейді екеуіне қатар. 280 де екеуіне бірдей бөлінбейді. 360 та біреуіне бөлінеді, біреуіне бөлінбейді. Ол да қатар бөлінбейді. Тек қана мына С жауабы ғана сіздерде екеуіне, екі жауапқа да қатар бөлінеді. Яғни жауап болады 300 метр. Болды, осылай тексересіздер. Қопарылып шығарылудың қажеті жоқ. 186 есеп. Диар ұзындығы 21 сантиметр болатын, ені 15 сантиметр болатын тік төртбұрыш қағазда тік төртбұрыш қиып алған. Сол тік төртбұрыштан қалдықсыз квадраттар қиып шығарған. Қанша штук квадрат қиып шығарды және қабырғасы қанша сантиметр квадрат қиып шығарды сұрақты табу керек. Осылар жоқ. Не істейміз? 21 мен 15-тің бөлінгіштерінің ішінде бірдей сандарды іздейміз. Мысалы 21 бөлінеді 3-ге, 7-ге, солай ма? Екеуінде ортақ не бар? 3-ге және 7-ге бөлінеді. 3-ге және 5-ге бөлінеді. Солай ма? Екеуінде ортақ не бар? 3 бар. Солай ма? 3 бар. Енді 3-ге бөлек екеуінде. Екеуінде 3-ге бөлінеді. 3-ге бөлеміз. Қанша болады? 7 шығады. 15-ті 3-ге бөлеміз. 5 шығады. Енді 7 мен 5-ті көбейтеміз. 7 көбейтілген 5 қанша? 35. Яғни 35 штук квадрат қиылып шығарылған. Енді оның қабырғасының ұзындығы қанша? 35 квадрат қиып шыққан. Қанша квадраты? Қабырғасының ұзындығы 3 сантиметр. 3 сантиметр қабырғасы. Қабырғасы жауап осы. 35 штук квадрат, қабырғасы 3 сантиметр болатын. Осымен сандардың, натурал сандардың бөлінгіштері мен еселіктеріне арналған есептер осымен тамам. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінікті емес, басқа да қиналып жатқан есептеріңіз болса, маған комментарияға жазыңыздар, бірге талқылайдық. Менің каналымнан алыстамаңыздар, әр шыққан видеомды қарап, лайк баса жүріңіздер. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.